Сызықтық алгоритм. Сәлем, достар. Бүгін біз роботтарда қолданылатын сызықтық алгоритмдер туралы сөйлесеміз. Роботтың белгілі бір тапсырманы орындау үшін барлық әрекеттер нақты ретпен орындалуы керек. Бұл сызықтық алгоритмнің жұмысы. Сызықтық алгоритм бұл әрекеттердің рет-ретімен орындалуы. Мысалы, робот қорапты бір жерден екінші жерге жылжытуы керек делік. Ол келесі қадамдарды орындауы тиіс. Қорапты анықтау, қорапты көтеру, қорапты қажетті жерге жеткізу, қорапты қою, келесі тапсырмаға дайын болу. Енді роботтың қарапайым жүру алгоритмін қарастырайық. Ол сызықтық ретпен жұмыс істейді. Сызықтық алгоритм роботтар қалай әрекет етеді? Қозғалысты бастау, алдындағы қорапты алу, алға қарай жүру, белгіленген жерге жеткенде тоқтау. Сонымен достар, роботтардың қарапайым әрекеттері сызықтық алгоритмдерге негізделген. Бұл принцип робототехниканың маңызды бөлігі болып табылады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.